Саламатсыздар ма? Бүгін біз диктор narakit.com сайтымен жұмыс істейтін боламыз. Яғни қазақша диктормен. Ол үшін narakit.com сайтына кіреміз. Және өзіміздің тілімізді таңдаймыз. Мінекей қазақ тілін таңдайық. Және voice деген жерге Гүлшат немесе Берікті таңдаймыз. Гүлшат қыз айтады, Берікке сәйкесінше ер кісі айтады. Енді скрипт деген жерге айтатын сөзімізді жазамыз. Және дайын болғаннан кейін create audio деген кнопочканы басамыз. Мінекей біздің аудиомыз жүктеліп жатыр. Бұл сайтты компьютерден де болмаса, осы ұялы телефоннан да ашуымызға болады. Ал енді тыңдап көрейік. Сәлем, ұстаздар каналына қош келдің. Жүктеу үшін download кнопкасын басып, загрузить дейміз. Жүктеледі. Мінекей біздің аудио дайын. Сәлем, ұстаздар каналына қош келдің. Енді ер адамның дауысына өзгертіп көрейік. Берік. Мінекей аудиомыз дайын. Сәлем, ұстаздар каналына қош келдің. Біз бұл аудионы видео озвучка үшін де қолдансақ болады. Тіпті акцент, ударение қоссақ та болады. Рахмет.